Ал енді келесі екінші нұсқаның екінші есебін қарастырайық. Тура бағанағы есепке ұқсас шарты. Осының біз қазір ортақ жанамасын табуымыз керек екен. Ал енді олай болса бастайық. Y дегеніміз қалай ашылады? Онда жазайын. Y тең x үлкеніне тең 0 болатын болса, онда бұл y-іміз неге тең болады екен? X квадрат азайту 2x-қа тең. Ал егер x 0-ден кіші болатын болса, онда y дегеніміз x квадратқа тең екен. Енді мен бірден онда жанамасын 0-ден үлкен кездегі жанамасын жазып кете берейін. Ол кезде неге тең екен? 2 еселенген x0 минус 2, яғни ол мынаның туындысы. Енді келесі x азайту x0 қосылған x0-дің квадраты азайтылған 2 еселенген x0. Ал енді бұны жақшаны ашайық, kx плюс b түріне келтірейік. 2x0 минус 2 көбейтілген x азайтылған 2 еселенген x0-дің квадраты қосылған 2 еселенген x0 қосылған x0-дің квадраты азайту 2 еселенген x0 жойылды. Ал енді келесі x 0-ден кіші жағдайда жанамасын теңдеуі айтпақшы жазып жатқан y тең дегеніміз бұл жанаманың теңдеуі. Міне, жанаманың теңдеуі деп қояйын. Ол кезде туындысы 2x қой. Демек онда ол 2x1 көбейтілген x азайту x1 қосылған x1-дің квадраты болады екен. Енді бұдан ықшамдайтын болсақ, 2 еселенген x1 көбейту x азайтылған x1-дің квадраты деген шығады екен. Себебі мынау минус 2x1 квадрат плюс x1 квадрат. Енді бұрыштық коэффициенттерін теңестірейік. Сонда менде 2 еселенген x0 минус 2 ол 2 еселенген x1-ге тең екен. Ал бұдан менде минус x0-дің квадраты ғой. Сонда минус x0-дің квадраты ол тең минус x1-дің квадраты болады екен. Біріншісінен енді біз x1-ді өрнектей салайық. x1 бұл x0 азайтылған 1-ге тең екен. Ал енді бұның шығаратын болсақ, міне бұл плюс. Ал енді осының екі жағында түбірге алатын болсақ, сонда бізде x0 тең плюс минус x1 деген шығады екен. Енді тура бағанағыдай x0-дің біз бірінші жағдай x0 тең x1 жағдайын қарастырайық. Сонда x1 тең x1 азайту 1 бұл бос жиын екен. Келесі екінші жағдай x0 ол минус x1-ге тең болсын. Сонда x1 тең минус x1 азайту 1 бұдан x1-дің мәні минус 2-ден 1-ге тең болады екен. x1-ді таптық қой. Енді соны апарып мына теңдеуге қоя салайық. Сонда жауабын аламыз. Жауабы y тең x1, бұны 2-ге өйтсек минус 1 шығады, сонда минус x шығады екен. Келесі бұдан азайту 4-ден 1 деген шығады екен. Сонымен міне көріп отырғандарыңыздай ортақ жанамасын таптық. Яғни ол бізде қазір қалай болатындығы мен суретін сызып көрсете салайын сіздерге. Минус x азайту 1 бөлінген 4 дедік. Ол бізде мынандай болады екен. Міне шамамен мына бір жерін алайық. Мына жерін алайық. Мынаны мен былай түсірейін. Міне, мына түзудің теңдеуі ол минус x азайтылған 4-тен 1-ге тең болады екен. Оның нүктелерін кәдімгідей өздеріңіз көргілеріңіз келсе, ол десмос деп аталатын бағдарлама. Сол жерге осылай функцияны жазсаңыздар, сіздерге бірден графигін сызып көрсетіп береді.